Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет кәдеден және де баялдыдан рулеттер дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен жасау үшін біз баялдыны осылай жұқа етіп, өте жұқа етіп турап аламыз. Дәл солай кәделерді де турап аласыздар. Ал баялдыны кәдені турағанша біз суық суға салып қоямыз, ащы дәм шығармас үшін. Ол уақыт кезінде кәделерімізді де дәл баялдыдай жұқа етіп турап аласыздар. Кейін біз оған жұмыртқалы массамызды дайындап аламыз, яғни қуыруға арналған. Ол үшін біз жұмыртқамызды жарып алып, оған тұзымызды және сүтімізді қосып, жақсылап біркелкі масса пайда болғанша араластырып аламыз. Кейін баялдының суын төгіп, жақсылап тұрып құрғатып, яғни салфеткаға салып, осылай жақсылап құрғатып сүртіп аласыздар. Кейін жұмыртқалы массамызбен нан ұнтағы, яғни панировочный сухарийімізді дайындап аламыз. Баялдымызды ең алдымен жұмыртқалы массамызға, кейін оны панировочный сухарий, яғни нан ұнтағына батырып аламыз да противенімізге тізіп шығамыз. Дәл солай біз кәделерді де дәл солай жұмыртқалы массамызға салып, және де нан ұнтағына аунатып аламыз. Және оны барлығын ыдысымызға тізіп шығып, духовкада 180 градуста 10-15 минут пісіріп аласыздар. Дәл осы сәтте ішіне жағатын соусымызды дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен біз чесногымызды ұсақтап алып тураймыз. Не болмаса осылай чеснок өткізгіштен өткізіп алып, майонезді массамызбен жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін бір немесе екі қызанақты алып, көлеміне қарай жақсылап тұрып ұсақтап турап аласыздар да, оны да майонезді массаңызбен араластырып аласыздар. Кейін дайын болған кәдіміз бен баялдыларымызға дәл осылай соусымызды жағып, рулет ретінде орап шығасыздар. Орап жатқанда ортасына лист жапырақтарын салып жіберсеңіздер де болады. Және де үстіне әдемі ретінде белгілеріңіз келсе, столға бальзам уксусы, яғни бальзамический уксусты құйсаңыздар болады. Міне осындай рулетіміз дайын болды. Ас болсын.